Саламатсыздар ма? Бүгін біз C++ айнымалылармен жұмыс жасау тақырыбын қарастыратын боламыз. Яғни онлайн компилятор қосып, программаның құрамындағы бүкіл қолданылатын айнымалылардың қалай сипатталатынын үйренетін боламыз. Мәліметтерді сақтағанда айнымалылар қолданылады, және ол айнымалылардың түрі, атауы және мәні болады. Түрі ол жерде мәтін түріндегі мәліметтер ме, сан түріндегі мәліметтер ме, соны білдіреді, және де өзінің сипаттамасымен жазылады. Айнымалының атауы шығарылып жатқан есептің мағынасына сәйкес, немесе қандай да бір ABCD деген ағылшын әріптері секілді түрлі атаулармен атала алады. Және де бұл атаулардың ішінде жаңағы атаудың асты сызылмаған болу керек, немесе асты сызылған символдан кейінгі артында үлкен әріп тұрмау керек деген сияқты ережелері қолданылады. Ең қарапайым жағдайда айнымалы бұның типі беріледі, яғни мысалы үшін менде қандай да бір бүтін сан а бар болсын, яғни int деген ол айнымалының типі, және а деген бізде атауы. Осылай беріледі, сонан соң ары қарай ол уже есептеу барысында қолданыла бастайды. Өзіме керек емес қатарлап алып тастайын. Яғни менде а айнымалысы бар. Және де осы секілді дәл осылай а айнымалысын үлкен әріппен жазатын болсам, мұнда бұл C++ программасында үлкен әріппенен кішкентай әріп жаңағы регистр ажырататын болғандықтан екеуі екі түрлі айнымалы ретінде түсініледі. Және де егер бір программаның ішінде бір жерде үлкен әріппен, бір жерде кішкентай әріппен жазып, бір айнымалыны қолданатын болсаңыз, программа қате бере бастайды. Кішігірім программалық код жазайық. Яғни менде қандай да бір айнымалы бар, int age, және де бұл айнымалының мәні бар. Айнымалының мәні де түрлі тәсілдермен беріледі. Ең қарапайым жағдайда теңдік арқылы береміз. Яғни оның мәні 28-ге тең, және баспаға шығар дейміз. std. Бұл әрбір қатардағы операторлардың мағынасын біртіндеп әрбір сабақта қарастырып отыратын боламыз. Яғни міне мен жай ғана осы айнымалыны баспаға шығардым. Алып тастаймын, және де ран басамын. Міне мынау бізде берілген айнымалының мәнін шығарып берді. Ештеңе қосқан жоқпыз, ешқандай амал қолданған жоқпыз, жай ғана. Енді дәл осы тұрысында айнымалының берілу тәсілдерінің бірнеше сипаттамасын бере кетейін. Яғни мұнда мен int age 28 деп бердім. Осының басқаша бір сипаттамасы, яғни жүйелі жақшалар арқылы беруге болады. Яғни менде int age айнымалысы, оның мәні 28-ге тең деп берем. Бұлда дәл осы мынау тұрған екі қатардың мәнін бірдей етіп береді. Осылайда программаның ішінде беруге болады. Дәл сол сияқты функционалды жазылу деп айтылады. Яғни дәл осы операторды кәдімгі жақшалармен жазуға да болады. Бұл жағдайда да дәл тура сол мағынаны береді. Енді осындай әртүрлі жазулармен бір мысал қарастырайық. Мысал үшін алып тастай салайын. Менде int age 1 деген айнымалы бар. Ол жаңағы жүйелі жақшалардың ішінде болсын. Келесі int age 2 деген басқа бір айнымалы бар. Бұл жерде жай жақшалардың ішінде болсын. Мысалы үшін бұлай. Және де баспаға шығарып көреміз. int count age 1, және де std count age 2. Баспаға шығарып көремін. Мынау қатар бірінен кейін бірі тұрып қалмау үшін мен бұл жерге мынадай етіп параметр берем. Яғни қисық сызықпен n деген параметр берем. Екіншісіне де қисық сызықпен n деген параметр беремін.
яғни жауаптар бір бірінің қасына прям бір қатарға болып қалмау үшін және де рамазан. Яғни int age жүйелі жақшаның ішінде мәні age 1-дің 23 және де мына тұрғанда үтірден кейінгі бөлігі бар, бірақ бізге int деп бүтін бөлігін бер деп тұрғаннан кейін ол бізге 24-ті көрсетіп беріп тұр. Осы секілді айнымалармен жұмыс жасай беруге болады. Және де мәндерін ауыстыруға болады, түрлі мәліметтерді беріп, түрлі амалдар қолдануға болады. Мұндай амалдарды келесі сабақтарда қарастыратын боламыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.